Абай Құнанбаев. 5-ші қара сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де белетпейді, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла гөр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі, түстік өмірің болса, күндік мал жей. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без, деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап алмақ, яки мақтап алмақ екен. Бермесе оныменен жауласпақ екен. Малды болса әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп мал тапса жазалы демесек керек екен. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса жерге ене жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, біз де өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма? Абай Құнанбаев. Слова назидания. Слово 5. Печаль омрачает нам душу, леденит тело, сковывает волю и, наконец, изливается словами из уст или слезами из глаз. Я видел, как люди молились: «О Аллах, сделай нас беспечными, как младенец», мнят себя страдальцами, обремененными тяжкими заботами и несчастьями, будто они разумнее детей. О заботах же их можно судить по пословицам. Если жить осталось до полудня, делай запасы на день. Нищему и отец становится чужим. Скот для казаха – плоть от плоти его. У богатого лик светил, а у бедного все равно, что точило. Джигит и волк добудут пищу в пути. Стада почитаемых мужей находятся в людях. Заботятся они о своем добре от безделья. Рука, умеющая брать, умеет и давать. Кто сумел нажиться, тот и прав. Приносящий дары срывает завесу отчуждения. Если на бая надежда плоха, то и на Бога не надейся. Если голоден, скачи к дому, где поминки. Берегись озера с глубокими берегами, до народа немилосердного. Подобных пословиц множество. О чем они говорят? Не о науке и знаниях, не о мире и справедливости радеет казах. Ему бы разбогатеть, да не знает, как. Вот и ловчит, хитрит, чтобы хоть лестью выманить богатство у других. Не удастся, будет люто враждовать со всем светом. Отца родного не прочь обобрать и не сочтет это позором для себя. Не принято у людей осуждать тех, кто добывает себе скот обманом, подлостью, попрошайничеством, разбоем или другими ухищрениями. Чем же отличается их ум от детского? Дети боятся раскаленного очага. Взрослых же не устрашить ядовым огнем. Дети, стыдясь, готовы сквозь землю провалиться, а взрослые не ведают стыда. В этом их превосходство над детьми. Не раздай мы им того, что имеем, не позволь мы им разорить себя, не опустись мы до их уровня, они готовы отвернуться от нас. И это народ, к которому мы тянемся душой.